Кешкі асқа тауық етінен жасалатын өте дәмді гуляш тағамын дайындайтын боламыз. Алдымен парақшама тіркеліп, видеома лайк басып қойыңыз. Әуелі пиязды ұсақтап турап, сәбізді күштен өткізіп аламыз. Одан кейін тауық етін ұзыншылап турап алған соң, қызып тұрған майға салып, жақсылап суы тартылғанша қуыратын боламыз. Еттің суы тартылғаннан кейін пиязды салып кішкене қуырып аламыз. Одан кейін сәбізін салып 2-3 минут қуырып аламыз да, бір ас қасық ұнды салып, оны да 2-3 минутта қуырып алып, суын құйып, 2 ас қасық томат пастасын, қара қызыл бұрыш, кориандр, тұз салып жақсылап араластырамыз. Суы қайнаған соң қақпағын жауып, баяу отта жарты сағат бұқтырып аламыз. Кейін қаймақты 2-3 дана сарымсақты салып араластырып, 2-3 минут бұқтырып аламыз да оттан түсіреміз. Мен гарниріне күріш жасадым. Мен күрішке ылғи да май қоспай, тек қана суда корей рецепт бойынша пісіремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді әрі тері салатын тамақтың бірі.